Ертөстік. Ерте заманда Ерназар деген кісі өмір сүріпті. Ол қора толған қойы, матау толған түйесі, өріс толған жылқылары бар бай болыпты. Ерназардың 8 ұлы бар екен. Bir жылы үлкен жұт болып, ел малын алысқа отарға айдап кетіпті. Ерназардың 8 ұлы да солармен бірге кетіп, кемпірі екеуі бір қыстың асығын алып үйінде қалыпты. Олар кеткеннен мол кетеді, айлар өтеді, келмейді, жылдар өтеді, келмейді. Ерназардың асығы таусылып ашығады, жеуге тамақ таппайды. Кемпірі екеуінің әлі құрып, орнынан әрең тұратын халге жетеді. Bir күні кешке жақын кемпір төсегінен тұрып, үйінің түтіндігін ашады. Тұруға мұршасы келмей жатқан шал шаңырақтың күлдіреуіншесінде керулі тұрған кер биенің төстігіне көзі түседі. Ерназар қуанып есі шыға: кемпір, сүйінші, керулі тұрған кер биенің төстігі майлы көрінеді. Бол, жылдам асып жіберші дейді. Сөйтіп төстікті қазанға салып, асып жеп, шал мен кемпір әлденіп алады. Ұзамай кемпір жүкті болыпты. Мезгілі жетіп, ұл туады. Төстік жеген соң біткен бала деп, оның атын төстік деп қояды. Төстік ерекше бала болып өседі. 1 айда 1 жастағы, 3 айда 3 жастағы баладай, 1 жылда 15-тегі жасөспірімдей болып, 2 жасында алысқан кісілерін алып ұратын алып бала болады. Садақ тартып үйренеді. Тартқан садағын 9 қабат кетпеннен өткізеді. Аң аулап, құс атып, қарт әке-шешесін асырайды. Төстік бір күні ауылдың ішінде отырған тарғақты садақпен тартып қалады. Садақ тарғақтың қанатын үзіп кетеді. Тарғақ жығылмай бір қанаты сабалап қаша береді. Төстік ұстаймын деп қуа жөнеледі. Сөйтіп жүргенде тарғақ бір кемпірдің өрмегінің үстінен қарғып өтеді. Қуып келе жатқан төстік өрмектен секіреді. Алайда төстіктің бір бақайы өрмекті іліп кетіп, өрмектің біраз жібі үзіліп қалады. Өрмек тоқып отырған кемпір алда ғана: көк шешек-ай, өрмегімді үзіп кеттің-ау. Ертеден қара кешке дейін бүйтіп жар қуалап торғай атқанша тентіреп жүрген 8 ағаңды тауып алсаң етті, деп қарғап-сілейді. Төстік кемпірге жауап бере алмай, оның сөзіне қатты қорлады. Әсіресе тентіреп кеткен 8 ағаң деген сөз оған қатты тиеді. Төстік бұрын ағалары барын естімегенді. Әке-шешесі оны төстікке айтпаған еді. Кемпірге сөз қайтара албаған төстік жүгірген бетімен үйіне келеді. Атып әкелген құстарын лақтырып тастап отыра кетеді. Баласының ашулы түрін көрген шешесі: саған не болды? Кіммен жанжалдастың? деп сұрайды. Төстік кемпірдің айтқандарын шешесіне айтып береді. Ағаларым қайда? Неге келмейді? Мен оларды іздеп тауып әкелем, дейді. Шешесі: қақпас кемпір өтірік айтады. Сен ағаларың болған жоқ. Оның сөзіне сенбе, деп төстікті сендіріп қояды. Тағы бір күні төстік асық ойнап жүріп, әлгі кемпірдің жалғыз баласын жұдырығымен қойып қалғанда бала өліп қалады. Кемпір төстікті бұрынғыдан да жаман қарғап-сілейді. Қыршыннан қиылғыр төстік: менің жалғыз балама әлің жеткенше, айдалада тентіреп өлген 8 ағаңның қураған сүйегін тауып алсаңшы, дейді. Кемпірдің сөзі төстікке ой салады. Шешесінен бұл туралы тағы сұрағанда шешесі: 8 ағаңның бары рас. Жұт жылы кетіп еді, содан қайтқан жоқ. Қайда жүргендерін де білмейміз, деп жауап береді. Төстік ағаларын іздеу қамына кіріседі. Кемпір шалға біраз уақыт жеткендей етіп, аң құсын етін қақтап үйіп береді де жолға шығады. Беліне садақ байлап, қолына темір таяқ алады, аяғына темір етік киеді.
Ай жүреді, жыл жүреді, талай елді, талай жерді аралайды. Жолдасы да, азығы да, садағы жолында кездескен кез келген аңды атып жеп отырады. Темір етіктен теңгедей, темір таяқтан тебендей қалғанда алыстан сағым көрінген бел көрінеді. Өлдім, талдым дегенде белге шықса, қарауытқан қалың жылқының ар жағынан ел көрінеді. Жылқыға келсе, жылқының ішінде түгелі тұрған қара қос тұр. Қара қосқа кірсе, асулы мосы, ілулі бақыр тұр. Бақырдың іші піскен етке толы екен. Төстік етке тойып алады да елге қарай жүреді. Төстіктің келген елі ас беріп жатыр екен. Ағаларымды осы астан іздеп көрейін деп, асқа тігілген қалың үйді жағалай қыдыра бастайды. Арықтаған, азған, киімі жыртық-жыртық төстікті ешкім елемейді. Жаяу жүрген адамды кім білсін? Сөйтіп келе жатса, табақшылар бір кезде Ерназардың сегізіне тарт, Ерназардың сегізіне тарт деп шуылдасып жүр екен. Ерназардың сегізін көрейін деп үйірге кірмек болса, табақшылар төстікті кейін қарай сүйреп қақпалай береді. Қайыршы неме, әлі етке тоймадың ба? Деп жекіріп ұрсады. Төстік оған шыдамай табақшының біреуін жұдырықпен қойып қалып, мұрттай түсіреді. Жұрт жиналып қалады. Кім керек? Неғып жүрген адамсың деп төстіктен жөн сұрайды. Төстік: маған Ерназардың сегізі керек. Адасып кеткен сегіз ағамды іздеп жүрмін дейді. Сол арада Ерназардың сегізі жөн сұрасып, төстікпен жылап-сықтап көріседі. Ерназардың сегізі елден адасқаннан кейін жұттан қалған жалғыз күрең биені бағып, содан көп жылқы өсірген екен. Бағанағы көп жылқы солардікі екен. Төстіктен елінің жөнін білген соң, олар да қайтпақ болады. 9 жағынан қалың жылқыны айдай бастайды. Бірақ жылқы ұйлығып бір жақты бет алып жүре алмайды. Қанша айдаса да серпіліп, алғашқы айдаған жеріне қайтып келе береді. 9 жылқыны неше күн айдайды, ақырында жүргізе алмай жалығады. Бір күні төстік манадай айла табады. Барлық жылқының басы күрең биені ұстап алып, жылқының ортасындағы бір дөңге шығады. Биені жығып, 4 буады да қыл бұрау қылып тақымын бұрайды. Тақымы бұралған бие қатты шыңғырады. Биенің шыңғырған даусын шұрқырасып, қалың жылқы жиналады. Жылқы әбден қиналып болды-ау деген кезде төстік биені тұрғызып алады да жетектей жөнеледі. Сонда қалың жылқы өз беттерімен бұлардың соңынан шұбай береді. Енді ешқайсысы да жылқы айдап әлек болмайды. Күрең биені жетектеп жүреді де отырады. Қалың жылқы шұбырып ереді де отырады. Судың тұнығын ше-ше, шөптің соңын жей-жей, талай асқардан асып, талай шөлді басып, төстігі бастап Ерназардың сегізі аман-есен елдеріне келеді. Балалары аман-есен келген соң, Ерназар ел жиып той қылады. Түйеден бура, жылқыдан айғыр, ту бие, қойдан қошқар, құнаннан қой сойып, қымызын көлде, етін таудай қылып қояды. Ақсақал, қарасақалын түгел разы қылады. Той тарқағаннан кейін Ерназар 9 ұлын аяқтандыру қамына кіріседі. 9-ына 9 келіншек іздейді. Келінінің 9-ын бір үйден таппақ болып ел қыдырады. Көп елді аралайды, бірақ Ерназар ойлағандай 9 қыз бір үйден табылмайды. Сөйтіп Ерназар күдерін үзіп келе жатса, алдынан бір ауыл көрінеді. Ауылдың ортасындағы үлкен бір қонақ үйдің тұсына келіп, мейман екенін білдіреді. Үйге кірсе, керегесінің басында 8 сырға ілулі тұр екен.
Соны көрген Ерназар еңкілдеп жылай бастайды. Үйдің бәйбішесі Ерназардан: «Неге жыладың?» деп сұрайды. «Жылаған себебім 9 ұлым бар. Соған 9 келіншек іздеп жүредім. 9 ұлымның бір әкеден туғанын сияқты 9 келінімнің де бір әкеден туғанын қалап едім. Керегенің басындағы көп сырғаны көргенде тілегіме жеттім ғой деп қуанып қалып едім. Санасам біреу кем екен. Соған жылап отырмын» дейді Ерназар. «Ендеше жылама. Тағы біреу бар, әне тұр» деп бәйбіше тұсбақанан тағы бір сырғаны алып келеді. «Кенжекейімнің сырғасы еді. Мұны 8 қызымның сырғасына араластырмаймын. Ана қыздарым бір төбе, кенжекейім бір төбе. Сондықтан кенжекейімнің сырғасы олардыкінен бөлек тұрады» деп сырғаны қайтадан орнына іліп қояды. Ерназар оған: «Сенің 8 қызың бір төбе, кенжекейің бір төбе болса, менің 8 ұлым бір төбе, төстігім бір төбе еді. Кенжекейің төстігімдікі болсын» дейді. Сөйтіп Ерназар 9 қызға құда түсіп қайтады. Ерназар келіндерін алып қайтуға 9 ұлымен сапарға шығады. Жолда бұларға перінің қызы Бекторы кездесіп, ол төстікті көріп ғашық болып қалады. Бекторы төстікті кенжекейден айырмақ болып бел байлайды. Ерназар 9 ұлмен кенжекейдің ауылына барып көп уақыт жатады. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, келіндерін алып еліне қайтпақшы болады. Кенжекейдің әкесі қыздарына түгел енші беріп, көп жасаумен ұзатады. Сонда кенжекей әкесінің берген еншісіне мінгізген ат, аттырған түйе, таттырған жасауына разы болмайды. «Әкем маған жылқыдан шалқұйрық атты берсін, жасаудан ақсамалды сауытты берсін, түйеден құба інгенді берсін» дейді. Кенжекейдің әкесі қызына ашуланып кісі жіберіп: «Қызыма айта бар, Ерназардың байлығы оған жетеді. Шалқұйрық атты сұраған нес? Шалқұйрық жылқымның құты. Құтқа қыз ие болған жер бар ма екен? Құба інген түйемнің басы. Түйемнің басын сұраған нес? Қызда онда түйе арттар бар ма екен? Ақсамалды сауыт атадан ұлыға қалатын мұра. Мені қызым қобас дегені ме? Қызым өйтіп жаулығын білдірмесін» дейді. Кенжекей әкесіне қайта кісі салып: «Шалқұйрықты сұрағаным ерге лайықты ат еді, ер мінсін деп едім. Құба інгенді сұрағаным ер қосын артсын деп едім. Ақсырмалды сауытты сұрағаным ер төстік ер еді, сол ер киссін деп едім» депті. Әкесі кенжекейдің сөзінен жеңіліп, сұрағандарын беріп: «Қызыма сәлем айт, сорқұдықтың басына көшін қондырмасын, қондырса кесір болады» деп сәлем айтыпты. Сонымен Ерназар келіндерін алып жолға шығады. Бір күні көші жар басында түгілі тұрған жарты лашыққа кездеседі. Бұл перінің қызы Бекторының лашығы екен. Көш тұсынан өтіп бара жатқан кезде лашығынан шығып шайқақтап перінің қызы Бекторы былай дейді: «Сүйген жарың ер төстік, құтты болсын кенжекей. Мінген де атың шалқұйрық, құтты болсын кенжекей. Артқанда түйең құба інген, құтты болсын кенжекей. Киген де сауытың ақ сармал, құтты болсын кенжекей. Жар басында демесең, жарты лашық демесең, біздің үйге түсе кет, көбікті саумал іше кет» дейді. Перінің қызы Бекторының тиісе сөйлегенін жақтырмай, кенжекей мынадай жауап қайтарады: «Перінің қызы Бекторы, шайпау сөзің қой торы. Сүйген де жарым ер төстік, өз жарымды сүйемін. Мінген де атым шалқұйрық, өз атымды мінгемін. Артқанда түйем құба інген, өз түйеме артамын.
тиген де сауытым, ақсалмал өз сауытым киемін. Жар басында демеймін, жарты лашық демеймін. Қайтсең де үйіңе түспеймін, бал берсең де ішпеймін. Перінің қызы Бекторы, шайпау сөзің қой торы. Осылай деп Бекторының бетін қайтарып тастайды. Қап бәлем, сені ме кенжекей, деп Бекторы тісін қайрап қала береді. Көш бетімен тарта береді. Бір күні Сорқұдықтың басына келіп жетеді. Кенжекей атасына кісі жіберіп, атам бұл құдыққа қонбасын, ырымы жаман жер, деп айтқызады. Келінім келмей жатып мені қонысымды билейін деген екен, деп Ерназар тыңдамастан әлгі жерге қонады. Көш қонысымен Кенжекей басқа келіндерінен бұрын үйін тігіп жіберіп, атасын қонақ қылады. Кенжекейдің аяулы екенін Ерназар сол арада біледі. Келінім ақылды екен, тілін бекер алмаған екем, деп өкінеді. Сол күні тұман болады. Кенжекей өз әкесінің айтқанын ойына түсіп, кірпік ілмей жатады. Ерте тұрып қараса, құба інген жоқ, деп атасына хабар береді. Ерназар ат ерттеп мініп, құба інгенді айнала қарап жүрсе, анадай жерде тұрған құба інгенді көреді. Қасына келсе, бұйдасы бір көкпекке оралып қалған екен. Жанында бір тал бар екен. Талдың түбінде бір жарбиған жаман кемпір отыр. Шеше, ана түйенің бұйдасына қол жалғап жіберші, дейді Ерназар. Кемпір сонда: тұрсам отыра алмайым, отырсам тұра алмайым. Шырағым, әперуіңге әлім жоқ, нашар адаммын, деп мүләйімсиді. Кемпірдің сөзіне нанып, бұйданы іліп алайын деп еңкейе бергенде, Ерназарды кемпірекең шап беріп жағадан алып кетеді. Ерназар да тапжылуға шама жоқ. Олай-бұлай жұлқынып байқап еді, болатын көрінбейді. Кемпір қысып әкетіп барады. Ерназардың мойны үзіліп, буыны, шыбын жаны шығып барады. Ерназардың қоя бер дегеніне кемпір қоя қоймайды. Өлетін болған соң Ерназар жалына бастайды. Ағарған сақал шашым бар, қартайып келген жасым бар. 9 келінімді жаңа ғана түсіріп, жаңа ғана қызығын көрейін деп отырмын. Қоя бер мені шешежан, дейді. Жоқ, деп кемпір қысып қояды. Ерназардың жаны шығып кете жаздайды. 9 келін түсіріп, елдей көшіп келемін. Толып жатқан жасаудан тойғаныңша беремін. Босат мені шешетай, дейді. Жоқ, деп кемпір қысып қояды. Ерназардың жаны шығып барады. Оған разы болмасаң, тоғай толған қойым бар, қаншалатын ойың бар, босат мені шешетай, дейді. Жоқ, деп кемпір одан сайын қыса кетеді. Ерназардың жанына бата түседі. Оған разы болмасаң, сауысқандай сақтығы, жұмыртқадай ақтығы, желбіреген желегі жаңа түсіп келеді. 8-нен 1 дана, ақылы асқан ол дана. Кіші келінім Кенжекей, о да болсын сенікі. Бір Әділжан менікі, жіберші мені шешекей, дейді. Жоқ, деп кемпір одан сайын қысады. Ерназардың жаны шығып кете жаздайды. Оған разы болмасаң, сойылдай 8 ұлым бар, менде қандай құның бар, о да болсын сенікі. Бір Әділжан менікі, жібере гөр шешеке, дейді. Жоқ, деп кемпір қысыңқырап жібергенде, Ерназардың жаны мұрнының ұшына келіп, өлуге де аз қалады. Оған разы болмасаң, атамысың атайын, 8-нен 1 бөлік, жалғызым да қуат боп, жаяуым да қанат боп, пана болған бір кезде ер төстігім, ер кенжем, ол да болсын сенікі. Бір Әділжан менікі, жіберші мені шешеке, дегенде кемпірдің қолы босап сала береді. Төстікті маған қалай бересің, деп сұрайды кемпір. Оған Ерназар айтады:
Менің қалтамда төстіктің садағының ұшын шығатын егеу бар. Төстік онсыз жүре алмайды. Мен соны осы араға тастап кетейін. Төстік іздеп келеді. Сонда өзің ұстап ал. Кенжекей мұның бәрін сырттай бақылап тұрады. Ерназар құба інгенді алып қайтып келеді. Көш жөнеледі. Бірнеше күн көшеді. Төстік түнде отауына кірейін десе, отауы ылғи берік болады. Бір күні төстік жеңгелерін алып отауына кіреді. Төсегіне жатып еді, Кенжекей болат кездіктің сабын төстіктің жүрегіне тіреп, ұш жағын өз жүрегіне қояды. Қозғалмай жат, қозғалсаң екеуміз де жарыламыз дейді. Төстік мұның себебін сұрайды. Кенжекей: әкең сені Бекторының жалмауызына беріп кеткенің. Сен менікі емессің, жалмауыздан бір жолата құтылып кел дейді. Әкем мені жалмауызға неге берді екен дейді ол. Кенжекей: сенбесең әкеңнен егеуіңді сұрап көрші дейді. Ертеңнен ертемен тұрып төстік: егеуіңді берші әке, мына жақта киік жүр екен, садағымның ұшын шығарайын деп едім дейді. Ерназар сасыңқырап қалып, қорбаңдап кісесін қараған болады да: қабат деген-ай, қалып қойған екен. Түнеугі Сорқұдықтың басында құба інгенді іздеп барғанда бір талдың түбіне түсіп ат шалдырып едім. Егеуің сонда түсіп қалған екен ғой дейді. Сонымен төстік егеуін іздемек болады. Егеуінің қалған жері неше күндік алыс жол. Ерназардың айтуымен төстік егеуін іздеген 6 аяқты 6 атты, 7 аяқты жирен атты мінбек болады. Төстік жылқыдан 6 аяқты ала атты мініп, 7 аяқты жирен атты жетегіне алып келе жатқанда алдынан Кенжекей шығып мынаны айтады: Сорқұдықтың басында сорға бола қонды атам. Жалмауызға жалғызын жанынан қорқып берді атам. Жүретұғын жолында құлан өтпес шөлі бар, оны да басып өтесің. Қыран өтпес қия бар, оны да басып өтесің. 6 аяқты ала атың қулық бие құлыны, табанына тас батса, маңдайынан күн өтсе, 6 күнге жарамас. 7 аяқты жиренің табанына тас батса, маңдайынан күн өтсе, 7 күнге жарамас. Сан жорғаны алмадың, ер аты деп таңдадым. Айыл тұрман әбзелін ертеден бастап сайладым. Төстік саған арнадым, жабы емес қазанат, ер серігі қолғанат. Шал құйрықты мін төстік, сан жаусауын алмадым, саған бола таңдадым. Ақсырмалды сауытты осы жолға ки төстік деп зарлайды. Төстік Кенжекейдің тілін алып, шалқұйрық атты мінетін болады. Жылқыдан шалқұйрықты ұстап әкелуге кісі жіберсе, барған кісіге шалқұйрық ат ұстатпайды. Алдына келгенін тістеп, артына келгенін теуіп, маңайына жан жуытпайды. Шалқұйрықты ұстауға төстіктің өзі келеді. Шалқұйрық төстіктен қашпайды, оған өзі келеді. Қолын созса тырп етпей тұрып, жүгеніне басын өзі ұсынады. Төстік жүрерде Кенжекей құба інгенді бураға жүгеді. Не төстік өледі деген күні ботала, не төстік келеді деген күні ботала деп серт қылады. Өз белін 12 құлаш торғын орамалмен тартады. Не төстік өлді деген күні шешілі, не төстік келді деген күні шешілі деп серт қылады. Төстік жолға шығады. Ол ауылынан ұзап шыққан соң шалқұйрық атқа тіл бітеді. Төстік: батыр, енді екеуміздің жанымыз бір. Қандай пәле болса бірдей көреміз. Менің мына айтқан сөздерім есіңде болсын. Егеуіңнің қасында жалмауыз кемпір сені күтіп отыр. Сен егеуіңді ала бергенде ұстап алмақ. Егеуіңе жақындаған кезде кемпірді алдайтын бір ақыл тауып ал. Кемпір алдана бергенде мен бетекеден биік жусаннан аласа бола қалайын. Сол кезде сен егеуіңді іліп ала
да жөнел, артыңа қараушы болма дейді. Көп уақыт жол жүріп, төстік егеу жатқан жерге келеді. Келсе, егеудің қасында кемпір отыр. Ер төстік жақындай түсіп, шеше, артыңдағы қыздардың бәрі өзіңдікі ме дейді. Сонда кемпір артына жалт қарайды. Сол мезгілде шалқұйрық бетегеден биік жусаннан алса бола қалады. Төстік егеуді іліп ала жөнеледі. Сонда кемпір: сен бе едің төстік алдаған, сені ме төстік қап бәлем, деп тамағы қырылдап, өкпесі сырылдап, шашы жалпылдап, көзі жарқылдап, тістері сыртылдап, қатты сасып, етегін басып төстікті қуа жөнеледі. Төстік қашып келеді, кемпір қуып келеді. Бір мезгілде тау қаңбақтай ұшады, тас бұршақтай жауады. Шалқұйрықтың құйрығына қазандай тас орала кетеді. Шалқұйрықтың шапқан салмағына шыдамай, қара жер қақ айырылып, шалқұйрық пен ер төстік жер астына түсіп кетеді. Сол кезде шалқұйрыққа тағы да тіл бітеді: біз енді жер астына түстік. Бізге бұдан былай жер астының екі жолы ағады. Біраз жүрген соң жылан бапы ханның ордасына келеміз. Жылан бапы ханның ордасына келгенімізде мені алысқа қойып, өзің ордаға кіресің. Ордаға кіргеніңде есіңде болсын, екі босағада екі қара шұбар жылан ысылдап тұра келеді. Олардан сескенуші болма. Жыландар бапы ханның есігін күзеткен құлдары. Төр алдында бара бергеніңде екі сұр жылан ысылдап келеді де, екеуі екі жеңіңнен кіріп, қойныңнан шығады, қойныңа кіріп, қоншыңнан шығады. Бұлар жылан бапының ұлы мен қызы. Төрге отыра бергенінде дәу екі сары жылан ысылдап тұра келеді. Одан да сескенбе. Бұлар жылан бапы ханның өзі мен әйелі. Егер де бұлардан сескенсең, сені ер төстік демеймін. Жер асты еліне қадіріміз болмайды. Жер үстіне жол тауып шыға алмай қаламыз дейді. Біраз жүрген соң шалқұйрық айтқандай жылан бапы ханның ордасы көрінеді. Төстік шалқұйрықты анадай жерге қойып, сәлем беріп үйге кіреді. Екі босағадан екі қара шұбар жылан ысылдап тұра келеді. Төстік олардан сескенбейді. Төр алдында бара бергенде екі сұр жылан ысылдап келіп, төстіктің жеңінен кіріп, қойнынан шығады. Қойнынан кіріп, қоншысынан шығады. Төстік олардан да сескенбейді. Төрге барып отыра бергенде төстіктен екі дәу жылан ысылдап көтеріледі. Төстік олардан да сескенбейді. Төрге шығып отыра береді. Бір мезгілде төстіктегі екі сары жыланның бірі үлкен кісіге, бірі соның бәйбішесіне айналады. Жақсы келдің, ер төстік. Жер астындағы елде сені ренжітпейді, дейді. Екі сұр жыланның бірі әдемі жігіт, бірі әдемі қыз болып кетеді. Олар да: жер үстінің ер төстігі, жер астына жақсы келдіңіз. Жер астының алыптары, өнерпаздары сенің шылауыңда болады, дейді. Босағадағы екі қара жылан екі қара құл болып кетеді. Төстіктің алдына келіп қол қусырып тұрады. Төстік жылан бапы ханның еліне ұзақ уақыт тұрады. Жылан бапы ханның Темір хан деген араз ханы бар екен. Темір ханның қызын жылан бапы хан сұрап, неше рет жіберсе де Темір хан қызын бермей қойған екен. Жылан бапы хан төстікті соған жұмсайды. Темір ханның қызын әкеп берсе, төстікке өз қызын беретін болып уәде береді. Төстік жылан бапы ханға Темір ханның қызын әкеп бермек болып жолға шығады. Темір ханның елі 7 айлық жол екен. Төстік елсізбен келе жатса, алдында бір адам көрінеді. Бұл неғылған адам деп абайласа,
Әлгі адам ағаштың басында отырған екі сауысқанның құйрығын білдірмей жұлып алады да, білдірмеген бойы бірінің құйрығын біріне қондыра қояды. Сауысқандар мұны түк сезер емес. «О, неғып жүрген жансың?» деп төстік қасына жетіп келеді. Жердің үстіндегі төстік жердің астына түсті дегенде, соған жолдас болайын деп жолын тосып жүрген адам едім дейді әлгі кісі. Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді дейді төстік. Алғанды адамға сездірмейтін асқан епті едім. Жан-жануардың сағы сауысқан болса, құйрықтарын ұрлап алып, бірінің құйрығын біріне кигізгенімді жаңағыдай сезбей қалды дейді ол. Жарайды, ендеше сол іздеген төстігің мен боламын дейді төстік. Екеуі жолға шығады. Елсізбен келе жатса, жолдарындағы тағы бір адам көрінеді. Неғып жүрген адам деп байқаса, киіктерді матап жүрген адам екен. Екі аяғына байлап алған қазандай екі қара тасы бар. «О, неғып жүрген жансың?» деп төстік қасына жетіп келеді. Осы тастармен жүріп, қашқан киіктерден ағып өтіп кетпей, дәл жетіп ұстаймын. Желаяқ деген жүйрікпін дейді бұл адам. Жарайды, ендеше осы іздеген төстігің мен боламын дейді төстік. Сөйтіп үшеуі болып жүріп кетеді. Бұлар келе жатса, бірталай күннен кейін елсізде тағы бір адам көрінеді. Не қылған адам екен деп байқаса, әлгі кісі жерге біресе оң құлағын төсеп, біресе сол құлағын төсеп, жер астынан бір нәрсе тыңдаған сияқты болады. «О, неғып жүрген адамсың?» деп үшеуі қасына жетіп келеді. Жердің үстіндегі ер төстік жердің астына түсті дегенде, соның жолдасы болайын деп жолын тосып жүрген адаммын дейді ол. Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді деп сұрайды төстік. Жер астының атақты тыңшысымын. Қандай жасырын әңгіме болса да тыңдап біліп аламын. Менен жасырын сыр болмайды. Алыстағыны, жақындағыны түгел еститін саққұлақ деген ер мен боламын дейді ол. Жарайды, ендеше іздеген төстігің мен боламын дейді ер төстік. Сөйтіп төртеу болып жүріп кетеді. Бұлар елсіз түске келе жатса, алыста бір тау көрінеді. Ол таудың үстінде тағы бір тау шыққандай болады. Жақындап келіп қараса, бір адам тауды олай да көтеріп қояды, бұлай да көтеріп қояды. Бір тауды көтеріп, бір таудың үстіне қояды. «О, неғып жүрген адамсың?» деп төстік қасына жетіп келеді. Жер үстіндегі төстік жер астына түсті дегенде, соған жолдас болайын деп жолын тосып жүрген адаммын дейді ол кісі. Төстікке жолдас болатындай қандай өнерің бар еді деп сұрайды төстік. Жұрттан асқан алыппын, жердің үстінде де астында да маған шақ келетін адам жоқ. Қайратым ішіме сыймаған соң, тауларды көтеріп ермек қыламын. Таусоғар деген ермін дейді ол. Жарайды, іздеген төстігің мен боламын дейді төстік. Бұлар бесеу болып жапан далада жүріп келе жатса, үлкен көл көрінеді. Көлдің суы айтқанша суалып жоқ болып кетеді. Дегенше шарасынан асып, ернеуі толып кетеді. Ер төстік жолдастарымен мұның мәнісін түсіне алмай, бұл су қайдан келіп, қайда кетіп жатыр деп айнала іздейді. Сөйтсе, қамыстың артында біреу отыр. Көлдің суын ұрттап қалса жоқ болады, аузынан төгіп жіберсе шарасынан асып, су қайта тола кетеді. «О, неғып жүрген адамсың?» деп төстік жанына жетіп келеді. Жердің үстіндегі төстік жер астына түсті деген соң, жолдас болып ерейін деп жолын тосып жүрген адаммын дейді әлгі кісі. Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар дейді ер төстік. Жер жаһанда бәр нәрсенің мешкейімін. Маған бұл жалғанда тойым жоқ.
бір көлдің суы қарнына түк болмайды. Қанша үлкен дария болса да бірақ ұрттаймын. Көл тауысар деген ер мен боламын дейді. Жарайды, ендеше сол іздеген төстігің мен боламын дейді төстік. Алтау болып жүріп кетеді. Көп уақыт жол жүргеннен кейін бұларға бір оба көрінеді. Жақындаса, обаның басында жалпиған бір адам отыр. О, неғып жүрген жансың дейді оған төстік. Жердің үстіндегі төстік жердің астына түскенін жылан бапы ханға келіп, оның қорқытқанынан қорықпастан төріне шыққанын, одан Темір ханның елін іздеп шыққанын, жолында жер астының өнерпаздарын жинап келе жатқанын көрген соң, соған жолдас болайын деп жолын тосып отырмын дейді. Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді дейді төстік. Жер астының қырағысымын. Төстік, сенің не күйге ұшырағаныңның бәрін көріп отырмын. Бар өнерім қырағылық. Жердің асты үстінде менің көзіме қағыс жер жоқ. Қандай нәрсе болса да анықтап қарасам бәрін де көремін дейді бұл адам. Жарайды, ендеше менің жолдасым бол дейді төстік. Жетеу болып жүріп кетеді. Бұлар 7 ай жол жүріп, Темір ханның елінің отырған жеріне келсе, Темір хан елінің жұрты төстіктің келе жатқанын естіп көшіп кетіп қалған екен. Саққұлақ тыңдап көрсе, адам аяғы баспас жерге қонып жатқаны хабар естіледі. Қырағы көз жіберіп еді, 6 таудың ар жағында 7 көлдің желкесінде жалпақ жартастың астына барып тығылған екен. Тау соғар жолдағы тауларды орнынан алып көшіріп қоя салады. Көл таусар көлдерді ұрттап суалта салады. Ер төстік жолдастарымен көзді ашып жұмғанша Темір ханның ауылына жетіп келеді. Бұлар келсе, Темір ханның қызын Кеше хан алмақ болып жатыр екен. Бір төстік келген соң, Темір хан екі жағына да кісі салып, қызымды қайсысыңның өнері асса, соған беремін деп хабар береді. Той қылып ел жинайды. Екі жақтың өнерін көруге жер астынан қалың жұрттың бәрі жиналады. Кеше ханның қалың малға әкелген қора-қора қойының, қатарлы түйесінің, үйір-үйір жылқының бәрін де тойға сойылады. Ер төстік жолдастарымен бір үйде отырады. Бұларды тойғызамын деп қанша ет әкелсе де жетпейді. Тойға арналған тамақтың бәрін де көлтауысар жеп қояды. Тіпті тойғыза алмайтын болған соң, Темір хан мен Кеше хан бірігіп бір амал табады. Төстіктердің тамағына у салып бермек болады. Саққұлақ мұны естіп отырады да төстікке айтады. Төстік ашуланып, тамақты кері қайтарады. Төстіктердің табағына салынған уды білдірместен Кеше ханның нөкерлерінің табағына салып жібереді. Кеше ханның нөкерлері қырылып қалады. Бұдан жеңілген соң Темір хан ат шабысына түседі. Өзінің бар жүйрігін бәйгеге қосады. Ер төстік шалқұйрықты даярлайды. Қарақшының түбіне келген соң шалқұйрыққа тіл бітеді. Егер атты өте алысқа айдаса, менің шабысым өте жылдам болады. 3 күн шапсам, бүйірім қызып, өзімді тоқтатуға шамам келмей, кетіп қалуы мүмкін. Мен келе жатқанда алдымдан арқан керіп қой. Арқан 3 қабат болсын. 1 қабаты кендірден болсын. 3 қабат арқаның 3-еуі де үзілсе, мен саған жоқпын. Ағынымды тоқтата алмай кеткенімді 3-еуі де үзілмесе, мен жығылып өлемін. Онда да саған жоқпын. Егер арқан жартылай үзілсе, мен тоқтаймын. Жығылып қалсам да жаным қайтадан кіреді, күдер үзбе, дейді. Ер төстік жалғыз шолағы бір жерге зорғып қалсын деп Темір хан атты бір жетерлік жерге айдайды.
балуан күресі басталады. Таусоғарға балуан шақ келмейді. Жер астының алыптарының бәрі жығылып бітеді. Күресуге кісі шықпаған соң таусоғар бір тауды көтеріп алып жұртқа күшін көрсетеді. Темір хан мен Кеще хан қатты сасып, тауды біз жаққа қоя көрмесін деп төстікке жалынады. Төстік тауды орнына қойғызады. Бір жеті өткен соң бәйге аттары қайтып оралады. Жұрт қарақшының түбіне аттарын күтеді. Бір мезгілде алыста бір шаң көрінеді. Шаңның ішінен жақындай келе бере қара көрінеді. Шалқұйрық екенін танып, ер төстік 3 қабат арқан кереді. Шалқұйрық құйынша заулаған бетімен арқанға келіп жоқ болады. Қараса шалқұйрық жығылған екен. Арқанның 2 қабаты үзіліп, 1 қабаты қалған екен. Шалқұйрық талып түседі. Сонда төстік: сор құдықтың басында сорға бола қонда кем. Жанынан қорқып кемпірге екеумізді берді әкем. Жүретұғын жолымда құлан өтпеш жол болды. Асқар астар тауменен 8 дария көл болды. Қулық биге құлына 6 аяқты аланы, жарамайды жабы деп міндірмеген кенжекей. Кәрі биге құлыны 7 аяқты жиенді, жарамайды жабы деп міндірмеген кенжекей. Саған жорғаны алмаған ер аты деп таңдаған. Айыл тұрман әбзелін ертеден қамдап сайлаған. Кенжекей сынды арудың қалдырмасын деп көңілі. Міндім сені шалқұйрық, жалғыз өзім қос артып, жапан түзге жол артып. Жалмауызға шыққанда тіл бітті саған шалқұйрық. Жалмауызға келгенде, егеуді ала бергенде, бетегеден биіктеп ала сарып жусаннан ептелейдің шалқұйрық. Егеуді ала қашқанда, жалмауыздан сасқанда, таулар ұшып қаңбақтай, тасып оран бұршақтай, қазандай дәу қара тас құйрығыңа оралып, жерге кірдің шалқұйрық. Жылан бапы жеріне, жер асты еліне шыға келген мезгілде тіл бітіп саған шалқұйрық. Жөн білдірдің еріңе. Жаяуымда қанат болған шалқұйрық, жалғызымда жолдас болған шалқұйрық, сасқанымда ақыл болған шалқұйрық. 3 жанның бар екені, екеуі шықса да бірі қалған шығар. Тұр шалқұйрық, тіріл шалқұйрық депті. Сол уақытта шалқұйрыққа жан бітіп, оқыранып түрегеледі. Басқа аттар бірнеше күннен кейін келеді. Темір хан мен Кеще хан балуан және ат бәйгесінен жеңіліп, не қыларын білмей сасады. Енді жаяу жарыс салып көрейік дейді. Жаяу жарысты 1 күндік жерден жібермек болады. Ер төстік желаяқты қосады. Жүйріктер 1 күні жүріп барған жеріне қонып, ертемен жарысып қайтпақ болады. Темір хан жарысқандардың ішіне бір мыстан кемпірді қоса жіберген екен. Барып қонған жеріне сол мыстан желаяққа: шырағым, шаршадың ғой, басыңның биттерін қарап берейін, деміңді алып ұйықта, жарысар кезде өзім оятамын деп оны алдап ұйықтатып тастайды. Желаяқ мыстан кемпірдің сөзіне нанып, қаннен қаперсіз ұйықтап жата береді. Бір мезгілде оянса, шекесіне күн өтіп барады. Түс болып қалған екен. Желаяқтар әлде қашан кетіп қалыпты. Кемпірдің алдағанын біліп, желаяқ санын бір-ақ соғып тұра жүгіреді. Жерден бір уыс топырақты ала жөнеледі. Құстай ұшып, құйындай зымырап келе жатса, жаяулар да қазықшаға жақындап қалған екен. Ең алдында мыстан кемпір бара жатыр екен. Желаяқ өте берік, уысындағы топырақты кемпірдің көзіне шашып кетеді. Алда ғана көкшешек-ай, бықтадың-ау деп кемпір көзін уқалап қала береді. Сөйтіп жаяу бәйгеде де ер төстік жеңеді. Темір хан енді қайтадан той жасап қызын жылан бапы ханға ұзатпақ болады.
темір ханның ернеуі 40 құлаш үлкен қазанын терең көлге түсіріп кеткен екен. Егер нағыз ер болса, соны алып берсін деп, ол ертөстікке кісі салады. Көлдің суын құрт деп, төстік көлтауысарды жұмсап еді. Қанша ұрттаса да көлдің суы көлтауысардың ұртына сыймайды. Судың 1/3 бөлігі қалғанда көлжұрттардың ұрты суға толып бітеді. Сонда шалқұйрыққа тіл бітіп, қазанды мен сүңгіп алып шығамын деп рұқсат сұрайды. Ертөстік рұқсат етеді. Шалқұйрық: мен суға сүңгігенде ақ көбік шықса, жақсы болғаны, қуана бер. Аман есен қазанды алып шыққаным. Қызыл көбік көрінсе, жаман болғаны, алып шыға алмай су астында қалып қойғаным дейді. Шалқұйрық суға сүңгіп кетеді. Көпке дейін еш нәрсе білінбейді. Бір мезгілде ақ көбік көрінеді. Ертөстік қуанады. Оның артынан ұзамай қызыл көбік көрінеді. Ертөстік шошынып зарлана бастайды. Сор құдықтың басына сорға бола қонды әкем. Жаныңнан қорқып жалмауызға екеумізді берді әкем. Жүретұғын жолымда құлан өтпес жол болды. Асқар тауменен шексіз дария көл болды. Қулық бие құлыны, алты аяқты аланы, жарамайды жабы деп міндірмеген кенжекей. Кәрі бие құлыны, жеті аяқты жиенді, жарамайды жабы деп міндірмеген кенжекей. Сан жорғаны алмаған, ер аты деп таңдаған, айыл тұрман әбзелін ертеден қамдап сайлаған. Кенжекей сынды арудың қалмасын деп көңілі, жалғыз өзім қос артып міндім сені шалқұйрық. Жапан түзге жол тартып, жалмауызға шыққанда тіл бітті саған шалқұйрық. Жалмауызға келгенде, үйгеду ала бергенде, бетекеден биіктеп, ала сарып жусаннан ептелейдің шалқұйрық. Егеуді де ала қашқанда, жалмауыздан сасқанда, таулар ұшып қаңбақтай, тасып орап бұршақтай, қазындай дәу қаратас құйрығыңа оралып, жерге кірдің шалқұйрық. Жылан бапы еліне, жер астының еліне шыға қалған мезгілде, тіл бітті саған шалқұйрық. Жөн білдірдің еріңе, жаяуымда қанат болған шалқұйрық. Жалғызымда жолдас болған шалқұйрық. Сасқанда ақыл болған шалқұйрық. Үш жаныңның небірі аман шығар шалқұйрық. Су астынан шық шалқұйрық дейді. Ертөстік зарланып тұрғанда шалқұйрық дәу қара қазанды құйрығына байлап су үстіне шыға келеді. Шалқұйрыққа тіл бітіп сөйлейді. Су өте терең екен, түбіне зорға жеттім, қазанды зорға таптым. Сонда ақ көбік шықты. Қазанды көтеріп шығу қиын болды. Тістеп едім, шыға алмадым. Сонда қызыл көбік шықты. Құйрығымды ұзартып, қазанды байлап алып зорға шықтым дейді. Шалқұйрықтың аман есен шыққанына Темір хан елі қатты күйсінеді. Темір хан ертөстікке арнап үлкен сарай салдырып, құдаларды сонда кіргізеді. Құдалардың кіруі ақ мұң екен. Есік сарт етіп жабылып қалады. Сарай тұтас темірден салынған екен. Аузын мықтап құлыптап тастап, сыртынан тау-тау қылып отын үйіреді де от жағып өртей бастайды. Сарай қызуға айналады. Сарай ішіндегі төстік жолдастармен күйетін болады. Тау-көшер орнынан тұрады да сарайдың есігін теуіп жібереді. Есік шалқасынан түседі. Көлжұтардың бір ұртында бір көлдің суы бар екен. Бүркіп жібергенде айналасындағы өрттің бәрі сөндіріп тастайды. Темір хан мен Кещей ханның айылғасы әбден құриды. Ертөстікке қызын қосып беріп, жылан бапы ханының еліне қарай шығарып салады. Сөйтіп ертөстік жылан бапы ханға қайтады. Қайтып келе жатқанда жолдан ерген 6 жолдастарының бәрі де өздерінің кездескен жерлерінен әрі жүрмейді.
бұдан әрі баруға біздерге жол жоқ деп олар ертөстікпен қоштасып қала береді. Ұзақ жүріп, ертөстік жылан бапы ханның еліне келеді. Айтқанын істеп келген соң, ол ертөстікке өте риза болып, өзінің қызын береді. Және де төстіктен не қалайтынын сұрайды. Төстік: жер үстіне шығамын, еліме қайтқым келеді дейді. Жылан бапы хан төстіктің тілегін орындап, қызын беріп және жанына қаншама жолдас қосып беріп, жер үстіне шығатын есікке қарай шығарып салып, қош айтысып қала береді. Жер үстіне шығатын есікке дейін 6 айлық жол екен. Жолдың ауырлығына шыдамай, жылан бапы ханның қызы және жолдастарының бәрі қырылып қалады. Күңке деген бір күң мен шалқұйрық ертөстік үшеуі аман қалады. Үшеуі шаршап, бір бұлақтың басына келіп жатады. Бұлақтың басында бір үлкен бәйтерек тұрады. Бір мезгілде сол бәйтеректің басынан шуылдаған ащы дауыс естіледі. Қараса, шуылдаған балапандар болып шықты. Бұларды жеуге бір айдаһар жоғары өрмелеп бара жатыр екен. Ертөстік садағын алады да, өрмелеп бара жатқан айдаһардың екі көзінің арасына дәлдеп тартып қалады. Айдаһар жерге сылқ ете түседі. Айдаһардың жерге құлап қалғанын көрген соң, балапандар шуылын тоқтатады. Ертөстік жайланып ұйқыға кіріседі. Ертөстік бір дауыстан шошып оянса, қатты дауыл тұрған екен. Дауылдың артынан бұршақ аралас жаңбыр жауады. Жаңбыр мен қабат суылдаған дауыл естіледі. Соның артынан ұзамай-ақ бір дәу қара құс көрінеді. Дәу қара құс суылдаған бетімен бәйтерекке келіп қонғанда, бәйтерек майысып, сынып қала жаздайды. Бұл дәу қара құс самұрық екен. Самұрықтың үлкендігі сондай, жайып жібергенде бір қанаттың өзі 1 айлық жерді алып жатыр екен. Қонысымен самұрық бәйтеректің түбінде ертөстікті бүруге тап береді. Бірақ балапандары шыр-шыр еткен соң тоқтайды. Самұрықтың 2 баласы бар. Бір баласы адамдыкіндей, бір басы құстыкіндей екен. Самұрықтың адам басы төстікке тіл қатады. Ей адам, бұл жерге не жұмысыңмен келдің? Менің балапандарымды аулайын келдің бе? Бұл жерге адам басқан емес, бұл менің мекенім. Оған төстік: мен жер үстінің ертөстігі едім. Сенің мекеніңе адасып келдім. Балапандарыңа қастық ойлаған жоқпын. Ана жатқан айдаһардан айырып қалдым. Сенбесең өздерінен сұра дейді. Балапандар ертөстіктің көрсеткен жақсылығын жасырмай айтып береді. Сол арада алып қара құс ертөстіктің аяғына жығылып алдымен айырылмас дос болады. Алып қара құс жылына 1 рет балапандайды екен. Содан кейін балапандарына жем іздеп алысқа кетіп, 1 айда бір қайтуға мұршасы келіп жүреді. Алып қара құстың сол кеткенін аңдып жүріп, сол маңдағы бір айдаһар жыл сайын балапандарын жеп кетеді екен. Алып қара құс содан запы болып қайтқанда осылай жылап қайтады екен. Бағанағы дауыл асығып ұшқанда алып құстың қанатынан тұрған жел екен. Жаңбыр соның жылаған көзінің жасы екен. Өзі жем іздеген сапарынан қайтқанда балапандарын аман көрген соң осы жолы-ақ екен. Алып қара құс ертөстікпен дос болған соң не қалайсың деп сұрайды. Ертөстік басынан кешкен әңгімесінің бәрін айта келіп, адасып жүргенін, енді жер үстіне шыққысы келетінін айтады. Алып қара құс ертөстікті қанатынан мінгізіп, ұшып тар тесіктен өткізіп, жер үстіне шығарады. Қоштасарында төстікке бір тал қауырсынын үзіп береді. Денемдегі ерекше қасиеті бар. Жалғыз тал қауырсыным осы еді. Қысылған жеріңде осы қауырсынды тұтатасың. Даяр боламын. Қандай қысымшылықта болсаң да құтқарып аламын.
егер де оны жоғалтып алсаң, менен жәрдем күтпе, дейді. Жер үстіне шыққан соң ер төстік күннің қызуына балқып ауыр ұйқыға кетеді. Еш нәрседен қауіпсіз жата береді. Ер төстікті жалмауыз кемпір ұстай алмай қалған соң, перінің қызы Бекторы ашуланып, кемпірді буындырып өлтірген екен. Кемпірден Шойынқұлақ деген бала қалған екен. Бекторы оған ер төстіктің шығар жерін күзеттіріп қояды. Егер төстік жер астында қалмай, қашан болсын жердің бетіне әйтеуір бір шығады. Сол шыққанын аңдып отырып, ұстап ал. Егер ұстай алмасаң, менен жақсылық күтпе, дейді. Шойынқұлақ содан бері ер төстікті күзетумен болған екен. Жер үстіне шығып ұйықтап жатқан төстікті ұстап, қол-аяғын байлап Бекторыға әкеліп береді. Егер төстікті терең зынданға салып тастайды, күңкені Шойынқұлаққа қосады, шалқұйрықты бекітіп ұстайды. Сонымен ер төстік ұзақ уақыт зынданда қалып қояды. Шойынқұлақтан жүкті болып, күңке бір бала туып алады. Шойынқұлақ шалқұйрықты мініп аң аулайды. Шалқұйрықты бекітуге тұсау шақ келмейді. Бір күні Шойынқұлақ аңнан қайтып, шалқұйрыққа тұсау таба алмаған соң, оны өзінің қырық құлаш қайыс белбеуімен тұсайды. Қайыс белбеудің бір жағы шешіліп кетеді. Аяғы босаған соң, шалқұйрық шауып отырып төстік жатқан құдықтың басына келіп, тұяғымен жер тартып тұрады. Сөйткенде белбеу ер төстіктің жатқан құдығына түсіп кетеді. Белбеуінде Шойынқұлақтың шақпағы бар екен. Төстік сол шапақпен алып қарақұс берген қауырсынды тұтатады. Қауырсын тұтасымен ақ алып қарақұс жетіп келеді. Қанатына мінгізіп құдықтан шығады, қол-аяғы шешіп береді. Қолымнан келген жақсылығым осы, досым. Шойынқұлаққа әлім келмейді, себебі оның жаны өзінде болмайды. Ол жанын ешкімге білдірмей, өзінен бөлек бір жерге сақтайды. Қайтсең де соның жанын тауып ал. Жанын таппасаң, құтыла алмайсың, дейді де қоштасып кетіп қалады. Төстік шалқұйрыққа мініп, Шойынқұлақтың үйіне келеді. Келсе, Шойынқұлақ шалқұйрықты іздеп кеткен екен. Күңке төстікпен жылап көрседі, көрген қорлықтарына мұңын шағып, Шойынқұлақтан құтқар деп жалынады. Ер төстік күңкеден Шойынқұлақтың сырын түгел сұрап біледі. Шойынқұлақ баласын өте жақсы көреді екен. Баласынан аяйтыны болмайды екен. Соны білгеннен кейін төстік күңкеге мынадай айтады. Кешке Шойынқұлақ келеді. Келгеннен кейін тамаққа әбден тойғызып жатқыз. Көзі ұйқыға бара берген кезде баланы қайта-қайта шымшып жылата бер. Шойынқұлақ бала неге жылайды десе, балаң мен Шойынқұлақтың баласы емес, ер төстіктің баласы болсам керек. Егер Шойынқұлақ менің нағыз әкем болатын болса, жанымды жанына қосқызып қояр еді. Жанының қайда екенін маған әлі күнге дейін айтпай жасырып жүр. Егер төстік болса, әлде қашан жанының қайда екенін айтып берер еді деп жатыр де. Жылата бер, жылаған сайын неге жылайды деп сұраса, осы сөздерді айта бер. Басқа еш нәрсе айтпа, дейді. Сөйтеді де ер төстік баланың бесігінің астын қазып алып, жасырынып жатады. Кешке Шойынқұлақ келеді. Ер төстік айтқандай күңке оны тамаққа тойғызып жатқан соң баланы жылата бастайды. Баланы әлдилеп уатқан болып отырып шымшып жылата береді. Шойынқұлақ күңке баланы уат деп ақырады. Күңке уатқан болып баланы одан сайын жылатады. Бала жылай берген соң Шойынқұлақ балам неге жылайды деп сұрашы, дейді. Күңке баланың жылағанын сұраған болып Шойынқұлаққа жауап қайтарады. Балам, мен Шойынқұлақтың баласы емес, ер төстіктің баласы болсам керек.
Егер Шойынқұлақ менің әкем болса, жанымды өз жанына қосқызып қояр еді. Қосу былай тұрсын, жанының қайда екенін де маған әлі күнге айтпай жүр. Егер төстік болса, жанының қайда екенін әлде қашан айтып берер еді. Соған жылаймын дейді, деп Шойынқұлақты сендірген. Балам былшылдамасын, оның әкесі төстік емес мен. Оған менің жаным керек болса, оңаша жерде айтып беремін, дейді Шойынқұлақ. Сөйтеді де күңкені үйден шығарып жібереді. Шойынқұлақ баласының бесігіне келіп, құлағына сыбырлап, жанының қайда екенін айтады. Жаным алыста, оны өзіммен бірге сақтамаймын. Борықты бұлақтың басында 40 елік жүреді. Соның ішінде қайқы қаракер елік бар. Қайқы қаракер еліктің ішінде 9 қара сандық бар. Сол сандықтың ең кішісінің ішінде 9 балапан бар. Сол 9 менің жаным болады. Осыны біліп қой. Жаның кеудеңе сыймай бара жатса, соған апарып қоса сал. Бірақ өзіңнен басқа жан сезуші болмасын. Егер сезуші болса, сен де мен де тірі болмаймыз, дейді. Содан кейін ол орнына барып жатып қалады. Шойынқұлақтың жанының қайда екенін біліп алғаннан кейін төстік салып отырып борықты бұлақтың басына келеді. Еліктердің су шетін суатын аңдып, жастырынып жатады. Күн шақшай түс болған мезгілде 40 елік борықты бұлақ қайдасың деп желіп келе жатып, суатқа жақындаған кезде осқырынып тұра қалып қайта жөнеледі. Күн сыған сайын еліктер суға беттеп келеді де, жақындаған мезгілде осқырынып тұра қалып, жалт беріп қайта жөнеледі. Ұзап кетеді, шөлге шыдамай суға қайта орысады. Бірақ суатқа жақындамайды, үркіп, осқырынып тұра қалады. Әлден уақытта еліктер бір-бірімен сөйлесе бастайды. Біреуі, су басында бөтен бір иіс бар, дейді. Енді біреуі, адам иісі секілді, дейді. Тағы бірі, Шойынқұлаққа қастық ойлаған біреу шығар, дейді. Әсіресе қайқы қайракер елік өзгесінен оқшау артында жүреді. Еліктер әлгідей сөзге келгенде ол қаша жөнеледі. Сонда ер төстік үн беріп мынаны айтады. Жан серігім 40 елік, жанымда сенде 40 елік. Жан сақтаған қайқы қара, шошытқан сені кім келіп? Суың тұнық былғанбаған, қашасыңдар неден жеріп? Төстік ерді олжаладым, қатынын құшып, атын мініп, шошытып алдым сендерді, адам иісі содан сіңіп, қайтуға көріп жанымды, жаңа келдім қолым тиіп, жалғыз ұлым жаны да кеудесіне тұрмай сыйып, қосқыза соны жіберді, жан сақтаған қайқы елік, жасымнан болдың жан серік, судың іші тұнығын шөптен таңдап соны же, адам иісі шығады деп менен үркіп жеріме, өзім аман тұрғанда кім келмекші жеріме, дейді. Еліктер сонда да сенбейді. Осқыранып, одырайып тұрысады. Сонда төстік, осы айтқаныма сенбестен қашасыңдар, бермей жанымды, айыра алмай дауысты, сындырасыңдар сағымды, жолдас болған сендермен шойын атым құрысын, қара ала құйғын келген соң жырттырмасам да таңды, судай шашып қаныңды, дейді. Сонда еліктер қашпай суды жағалай бастайды. Шойынқұлақтың бойын көрмеген соң бұрынғыдай етене болып жақындамайды. Төстік те оларға бойын көрсете алмайды. Еліктер сенеріне де сенбесіне де білмей байқай келіп суаттан жапырылысып су іше бастап қояды. Арт жағынан қайқы қара елікте суға бас қояды. Еліктер әбден шөлдеп қалған екен. Суға тойып, қарындары қампиып,
қайқайып шыға береді. Әсіресе қайқының қарны жер сызып суаттан бұрала берген кезде төстік қарнынан дәл көздеп садақты тартып қалады. Қарны ақтарылып 9 қара сандық жерге сау ете түседі. Ең кішісін ұстап алып төстік ашып жіберсе, іші толған балапан шүпір-шүпір етеді. Санап жіберсе 9 балапан екен. 8-інің мойнын жұлып алып, шойынқұлақты шала жансарында бір көрейін деп, соның үйіне тартады. Шойынқұлақтың үйіне жақындағанда күңке алдынан шығады. Шойынқұлақ қалай? деп сұрайды ер төстік. Шойынқұлақ әлсіреп жатыр дейді күңке. Келсе, шойынқұлақтың кірпігі зорға қимылдайды. Болар-болмас қана демін алып жатыр екен. Батыр қалайсың? деп ер төстік мазақтап жақындай бергенде шойынқұлақтың қолы ер төстіктің жағасына сап ете қалады. Екеуі алыса кетеді. Төстік оп-оңай жерге жаншып тастаймын ғой деп ойлап еді. Шойынқұлақ әл бермейді. Енді біраз алысқан соң шойынқұлақтың күшейіп бара жатқандығын байқалады. Төстік буынын қара жерге түсіп әлі кетіп бара жатады. Төбесінен тау басқандай, денесін темір тор шырмағандай болып көрінеді. Сол мезгілде төстік күңкеге жалынады. Жылан бапы жерінен, жер астының елінен жалғыз-ақ ерген жолдасың күңке. Төстігіңнен айырылып, шойынқұлақ қолыңда тұтқын болған күңке. Киюге киім, жеуге тамақ таппай өмір қорлықпен өткізген күңке. Төстігің жаман қысылып, жан шығуға ұсынды. Жетсеңші, жылдам жетсеңші, қорқақтап қашып кетпеші. Қойныма қолың салсаңшы, сандық бар жылдам алсаңшы. Балапан басын жұлсаңшы, сөйтіп бір ерлік қылсаңшы деп зарланады. Күңке жүгіріп келіп, төстіктің қойнындағы сандықты жұлып алып, ашып жібереді. Қараса, балапандар жыбырлап көбейіп қалған екен. Бойындарын жұлып алғанда шойынқұлақ сылқ етіп құлай кетеді. Төстіктің сандықпен қойнына салып әкелген бір балапаны 8 балапан болып қалыпты. Енді біреу тірілсе, шойынқұлақ мүлдем әл бермей кетпек екен. Балапандардың мойны түгел жұлынған соң шойынқұлақ та өліп қалады. Шойынқұлақты өлтіріп демін алып отырса, шойынқұлақтың баласы бесігін шықыр-шықыр еткізіп, бірдеңе деп сөйлеп жатады. Төстік құлақ салып тыңдаса, қап бәлем төстік, саған қылмасам, әкем шойынқұлақтың құнын алмасам деп шіреніп қояды. Сол арада төстік оның қол-аяғын байлап, бесік-месігімен суға тастап жібереді. Сөйтіп бекторының жалмауызынан әбден құтылып алады да ер төстік елін іздейді. Ер төстіктің жер астына түскенін көп жыл өткен болатын. Ер төстік жалмауыздың қолында қалды деп елі мүлдем күдер үзген еді. Жалғыз ғана кенжекей ер төстік бір келер деп үмітін үзбейді. Құба інген қашан боталар екен? Ер төстіктің не өлген хабары, не келген хабары қашан білінер екен деп соны күтумен болады. Бір күні кенжекей ертеме тұрса, құба інген жоқ. Бошалап кетсе игі еді деп кенжекейдің жүрегі су ете қалады. Жан-жақтан жүгіріп құба інгенді іздейді. Іздеп жүріп, желі толған түйеден артайын деп ер қосып, таңдап талған құба інген, арнап талған құба інген. Алыс жолға ер төстік шыққан күні құба інген не келгенде, не өлгенде боталауға серт қылып сөз байлап ең менімен. Ерте тұрып желіден жүріп те кеттің құба інген. Әлде бір хабар төстіктен біліп кеттің құба інген. Төстік ердің өлгенін, өлмесе қайтып келгенін білдірші енді құба інген. Дамыл көрмей қашандан қайғы басып шаршаған, қам көңілді тындыршы, енді міне құба інген деп зарлайды. Сол мезгілде
беліндегі орамалы шешіліп, аяғына оралып, әуре қылады. Сертпен тартқан оранған торғын белден босайсың, аяқты орап шаршаған жүргізбейсің, тұсайсың, әлде бір хабар төстіктен білгенге бүгін ұқсайсың, деп зарлайды. Құба інген бір сайда боталайын деп жатыр екен. Ар жағынан ақбозат мінген бір ақсақалды шал көрінеді. Құба інген боталап жатқанда Кенжекейдің беліндегі торғын орамалы да шыр айнала тарқатылып жазыла береді. Кенжекей, енді ертөстік өлген екен, тірі болса әлде қашан бір хабар болар еді, деп зарлап бастайды. Ақ шелек келгір құба інген, серттескен едің менімен, төстік ер қайтып келген күн, немесе төстік өлген күн, белгі беріп бірінен боталармын дегенсің. Қаншама жыл өтсе де, өмірім өтіп кетсе де, үміт үзбей төстіктен бір келер деп жүр едім. Төрт аяқты кесіліп, тұла бойы есіліп, боталапсың құба інген, нені біліп есіріп, келуінен бір хабар жоқ, шамасы төстік өлгені. Серттескен торғын орамалы орай будым белімді, келмесе төстік кешігіп, шешілмеске бердің сертіңді. Төстіктен әлі хабар жоқ, сусиың белден шешіліп, туралғандай бытыр-бытыр кесіліп, шамасы төстік өлгені, деп жылап отырады. Ақ сақалды шалдың астындағы ақ боз ат кісінеп қоя береді. Кенжекей аттың кісінеген даусынан оның шалқұйрық екенін таниды. Кенжекей мен құба інген екеуін ертөстік таниды. Сол арада амандасып мәз болып қалсады. Бәрі де баяғыдай айырылған күндегідей қалыптарына келіп, қайтадан жарасады. Ертөстік жас жігіт, Кенжекей жаңа түскен келіншек, шалқұйрық бесті ат қалпына келеді. Бұдан кейін олар ұзақ жылдар өмір сүріп, мақсаттарына жетеді.